Астанаға атпен бара жатқан ерлі-зайыпты екі қазақ. Қытайдың қазағы қазақ тілді әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп жатыр екен. Естеріңізде болсын, бұл Қытай Коммунистік партиясының Қытай жаулап алған ежелгі қазақ жеріндегі қазақтарға жасап жатқан геноцидтік саясатын жасыру үшін, жұртты алдау үшін және Қазақстандағы Қытайға қарсы көңіл күйдегі қазақтарды алдау үшін жасаған арамза саясаты. Бұл екеуі оны біледі, не білмейді. Бірақ осыдан бір жыл бұрын Қытай Компартиясы арнайы модель қыз-жігіттерге қазақтың сахналық сәнгерлік ұлттық киімдерін кигізтіп, Қытайдың ірі қалаларында және Еуропаның ірі қалаларында ойқастатып ары-бері жүргізтіп, және оларға таңырқаған жұрттың бәрін видеокамераға түсіріп, әлеуметтік желіде қатты сұрапыл күйде жарнамалаған болатын. Сөйтіп былайғы жұртқа Қытайдағы қазақтар, яғни Қытай жаулап алған ежелгі қазақ жерінде Іле, Алтай, Тарбағатай, Сайрам, Буратал, Тақия, Жыңғылды, Самжы, Баркөл, Мори, Ақсайда жасап жатқан қазақтар бақыттан бас айналып, әдетте тұрмыста кимейтін сахналық сәнді киімдері міне киіп жүр, ешқандай шектеу жоқ деп қалқараны алдауға ұмтылған болатын. Тура осы саясаттың қырғыздарға да, ұйғырларға да қолданды. Соның біреуі міне екі қазақты атпен Астанаға жіберіп отыр. Қытайда әдетте кемі 3 миллион, арысы 5 миллион қазақ бар дейміз. Егер бұл қазақтардан 1 миллион қазақтан 1% қазаққа паспорт беретін болса, онда 10 мың қазақ паспорт алып, емін-еркін Қазақстанға кіріп шығады. Анығында дәл қазір Қытай мен Қазақстанның ортасында келіп кетіп жатқан қазақтардың саны 10 мың қазаққа ешқашан жетпейді. Ал егер 5 миллион қазақ десек, 50 мың қазақ емін-еркін жүріп тұрған деп есептеуге болады. Бірақ міне 1% деп есептегеннің өзінде Қазақстанға емін-еркін келіп кететін қазақ 50 мыңда жоқ, 10 мыңда жоқ. Бұл нені білдіреді? Бұл Қытайдағы қазақтардың, мейлі оның саны 3 миллион, 5 миллион болсын, 1% да паспорт ала алмай отырғанын білдіреді. Яғни 95-99% қазақтың қолында паспорт жоқ, төлқұжат жоқ. Оны жергілікті полиция тәркілеп алған. Сұрап барса бермейді. Тіпті қайталап сұрап барғандар, туған әке-шешеме барайын деп жатырмын, туған баламды, келінімді, тіпті өмір көрмеген немеремді көрейін деп жатырмын дегендердің бәріне енді паспорт сұрап келсеңдер, концлагерьге қамалып, саяси коммунистік тәлім-тәрбие көресіңдер деп қоқан-лоққы жасаған. Қазақстанға қытайлар емін-еркін визасыз кіріп шығады. Бірақ Қазақстанға Қытайдың қазағы келе алмайды. Ол үшін Үрімшідегі Қазақстанның консулдық мәртебесі жоқ, паспорттық визалық қызметінен, яғни виза беретіндерінен виза алуға мәжбүр. Қазақстанға келгеннен кейін де Қытай берген белгілі мерзім ішінде қайтуы керек. Сосын барғаннан кейін Қытай ұлттық қауіпсіздігіне көрген, білгенін, барғанын, тіпті туысының, оның көршісі, тіпті көршісі орыс болса да, тіпті туысының балаларының мектеп директор, мұғалімнің аты-жөнін барлығын доклад жасауға міндеттелген. Телефондарыңды өшірмейсіңдер, барлық кезде аңдуда отырасыңдар, не айттың, доклад жасап отырасыңдар деп отыр. Ал Қытай Компартиясы сонда 1% қазақтың өзіне де паспорт бермей қинап отырған аға бауырды, ата мен баланы, ерлі-зайыптың екі жаққа айырып қинап отырған осы қыңыр саясатын жасырып жабу үшін міне осындай арамза кір қулыққа барады. Бұл сахналық сәнгерлік киімдерді кигізтіп, Еуропа, Американың ірі қалаларында қазақтарды, қырғыздарды, ұйғырларды әрі-бері адымдатып жүргізтіп қойған сияқты, екі қазақты ат мінгізтіп Астанаға жібертіп қоюда осындай арамза саясаттың бірі. Осман Батырдың бір топ немересі ұзақ жылға сотталып кетті. Олар жазушы, интеллигент, ғылыми иелер адамдар еді. Аталарын Қытай коммунистері 1951-29 сәуірде атып өлтірген. Сотпен атып өлтірген, Үрімші қаласында. Ал немерелері Қытай Коммунистік партиясының мүшесі және өмір бойы Қытай мемлекетіне еңбек еткендер, бірақ соның өзін соттап жіберді. Қазақтың телеарна басшысы Қанат Ережептен тартып, телеарнаның екі журналисті Қуандық Көбен және Қайрат Домалин әзір түрмеде отыр. Ал тарих ғылымдарының докторы, тіл ғылымының докторы Думан Жақып нақақ сотталып кетті. Ал осы сияқты сотталып кеткен физика, математика, медицина ғылымдарының докторлары, журналистер, зерттеушілер, жастарда қисап жоқ. Қытай қазақты қинап отырғанын, нақақ соттап, үркітіп, қорқытып, геноцидтік саясатқа ұшыратып отырған жасыру үшін осындай арамза қулыққа барады. Қытайда қазақтар емін-еркін келіп кетіп жатыр екен, Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс дейтіндер, сол қазақтардан сұраңдар, жоғарыдағы зиялылар не бүлдіріп қойды. Қалам тістеп қағаз кеміргеннен басқа олардың қалтасында мандымды ақшалар да жоқ еді. Тіпті Қытай Компартиясына адал азаматтар болған. Олардың бар жазығы, олардың ұлтының қазақ болғаны ғана. Ал Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы, Қытайдағы тіркеуде өшірген толыққанды бүкіл құжатын дұрыстап тұрып, Қазақстанның азаматтығын алғаннан бәленбай жыл болған Әлімнұр Тұрғанбайды Қытайлар Іле Қазақ автономиялы облысының Құлжа қаласында нақақтан ұстап отырғанда міне 3-ші ай Қазақстан билігі шарасыз отыр. Қазақстанның Қытайға
Қазақстаннан Қытайға барған өз азаматын құтқара алмағанмен қоймай, Ресейге қара жұмыс істеп күнкөріс үшін барған азаматты бас салып ұстап, Украина алдыңғы шебіне салғанда, міне сол қарапайым өмірі әскери тәрбие көрмеген азаматтар танықпен оралды. Міне бұл зұлым Қазақстан билігі. Не Ресейден Қазақстан азаматын құтқара алмайды, не Қытайдан Қазақстан азаматын құтқара алмайды. Ал армияда соңғы бір аптаның ішінде 2 сарбаз ажал құшты. Армияда педофилдік, қорлық, зорлық, адам өлтіру, түрмеде қорлық, зорлық, адам өлтіру, мектепте кішкентай сәби балаларды, ұлдарды, қыздарды педофилдік жасау. Бұның барлығының артында Қытай Коммунистік партиясының ағза саудасы тұрған болуы мүмкін. Осы өлтірілген азаматтардың бауыр бүйрегі Қазақстан билігінің қолымен Қытайға саудаланып, әрбір жоғалып кеткен балалардан, өлтірілген азаматтардан миллиондаған доллар жасап отырған болуы мүмкін. Және соңғы кезде Қазақстанда бір айдың ішінде 300-ден артық бала және жеткіншек жоғалды дейді. 0 жастан 15 жасқа дейінгі жоғалған балалардың саны 300-ге жетті дейді. Бұл және ақпаратқа шыққан. Демек, Қытайдың адам ағзасы саудасы Қазақстанға дендеп кірді. Қысқасы, қазақтың басындағы бүкіл зұлымдықтың бір ғана қайнар көзі мынау Назарбаевтық, Тоқаевтық, Құлыбаевтық, қанішерлік, сатқындық, диктаторлық жүйе. Бұл жүйені құлатпай, бұл ұлт сатқындарының басын шаппай, ешқашан қазақ халқының бағы ашылмайды. Ешқашан қазақ халқы азаттықты, еркіндікті көрмейді. Ал азаттыққа, еркіндікке, теңдікке, бай бақытты, баяшатты өмірге қол жеткіземіз дейді екенбіз, мынау төбеде отырған диктаторлардың көзін құртуға тиіспіз. Аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.